Бисмилля деп, бүгін песочный тестодан керемет печенье жасаймыз. Ал кеттік. Ең бірінші қамырын елейміз. Ол үшін ұнға ұн қопсытқыш, бір жұмыртқаның сарысын, ауызын қойып қойыңыздар, ол керек болады. Және де бір жұмыртқаны толықтай қосамыз. Одан кейін аздап қана қант. Қоспасаңыздар да болады негізі. Одан кейін жұмсақ сары май. Жақсылап араластырамыз. Және де мен тұз қосуды ұмытып кетіппін. Ең соңынан қостым. Аздап қана. Бұл осындай қамырымыз шығады. Біз ортасына қосқанға крошка жасаймыз. Ұнға қант салып, және де аздап қана сары май қосып араластырамыз. Міне осындай крошка болады. Енді қамырымызды жұқалау етіп жаямыз. Қаншалықты жай аласыздар, сонша жаямыз. Одан кейін оған жаңағы ақуызымызды жағамыз. Крошкамызды қазір ұстайтындай. Одан кейін жаңағы крошкамыз себеміз. Барлық жеріне жететіндей етіп, одан кейін рулет сияқты ораймыз. Одан кейін оны бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай қиғаштау етіп кесеміз. Бұл гата печеньесіне ұқсас, бірақ қамыры аздап басқаша. Енді оны 180 градуста 30-35 минуттай, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.